Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақтың тақырыбы есте қалар теңіз. Сабақтың мақсаты шығармашылық жұмысты бағалау және жақсартуға идеялар ұсыну. Жақсы балалар, келесі біздің жұмысымыз есте қалар теңіз. Яғни бүгінгі біздің жасайтын жұмысымыздың түрі. Ендеше бұл сіздердің мысалы бөлмелеріңізге сән беретін қызықты керемет кәдесый жасауға болады. Немесе достарыңызға сыйлау үшін жасалатын кәдесый деуге де болады. Ол үшін жұмыстың ретімен танысайық. Арнайы шағын 4 осындай кішкене ыдысты аламыз. Оның ішіне күнделікті біздің тағамға қолданып жүрген ас тұзымыздан саламыз. Әрбір ыдысқа 4 ыдысқа да салып шығамыз. Ас тұздан бір қасықтан немесе 2 қасықтан салып шығуға болады. Барлық ыдысты тұзбен толтырып алғаннан соң, оған енді біздер әртүрлі түсті рең беруіміз керек. Яғни теңіздегі судың түсі біздерге бірнеше түстермен келіп көрінеді, немесе көктің әртүрлі түстері. Ол үшін сіздердің алдарыңызда тұрған дайындап алған тұздарыңыздың үстіне, мысалы гуаш болса гуашты, гуаш болмаған жағдайда, мысалы осындай міне акварель бояуының түсін саламыз. Мінеше. Так, қазір тағы да бірнеше рет қосайық тамшылатып. Сонан соң біздер қазір осы тамызылған тұзымызды осындай түске бояп шығарамыз. Яғни біздер қазір судың түсін беріп жатырмыз деуге болады, көктің бірнеше түсін береміз осылайша. Көк түсті осылай тамыздық, міне бұл біздердің бір түсіміз шықты. Енді оны жайлап араластырып көрейік. Яғни міне балалар, бұл яғни құмның түсіне боялып жатырған тұзымыз. Міне тұзды біздер бояп қойдық. Енді сәл кептіреміз. Кеуіп дайын болғаннан кейін біздер бұны әр түсті арнайы мынадай шыны ыдысқа саламыз. Мысалы, оның түбіне ең бірінші жаңағы құмның түсімен бояған тұзымызды, одан кейін жаңағы теңіздің түстеріне байланысты боялған түстерімізді саламыз. Жақсы балалар, енді біздер міне тұзымызды бәрін кептірдік, арнайы әзірлеп алдық. Ол үшін міне мынандай кішкентай шыны ыдыс аламыз. Ең бірінші оның ішіне, яғни қоңыр түсті, топырақ түсімен алған тұзымызды саламыз. Барлығын салдық. Тегістеп жібереміз. Немесе бір жақ қырына да тегістеуге болады, тұрып қалу үшін. Міне. Немесе бетінен жай жаңағы айтып кеткендей теңіздің толқыны қылып, ақ түстен де салып жіберуге болады. Енді қақпағын жаптық. Міне осылайша біздер әдемілеп қоюымызға болады. Немесе міне мынадай тәрізде әдемілей аламыз. Бұл біздің мысалы кереметтей кәдесыйымыз. Міне балалар, біздің кәдесыйымыз дайын болды. Сабағымыз аяқталды, үйден жұмыстанып көруіңізге болады.